Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын өте дәмді әрі жұп-жұмсақ пирожкилер дайындаймыз. Бұл кереметте пирожкилерді сіздер дәл осылай майға да қуырып пісірсеңіздер болады, және сондай-ақ духовкаға да салып пісірсеңіздер жұп-жұмсақ болып шығады. Барлық ингредиенттердің құрамын видеоның астында описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Ендеше бастаймыз. Ыдысымызға ашытқы, құмшекер, жылы су, жылы сүтімізді және ерітілген сары майымызды. Егер ерітілген сары майларыңыз болмаса, күнбағыс майында пайдалануға болады. Және осының үстіне тұзымызды салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Және де осы аралықта ұнымыз електен өткізіліп дайын тұру керек. Ұнымызды бірден салмаймыз, 2-ге немесе 3-ге бөліп салып, қамырымызды илеуді бастаймыз. Бұл жерде мен 600 грамдай ұнды қолдандым. Сіздер бастапқыда 550 грамм ұн салып көріңіздер. Өйткені әр ұнның тығыздығы әр түрлі келеді. Ең бастысы, біздің пирожкиіміздің қамыры қатты болып қалмауы керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ болып иленіп шығуы керек. Енді осының бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше 1,5 немесе 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағат уақыт өткеннен кейін қамырымыз әдемі болып көтеріліп дайын тұр екен. Егерде сіздер ашыту барысында ашытқыларыңыз балғын күйінде мерзімі өтпеген болса, онда сіздердің де қамырларыңыз осылай әдемі болып көтеріліп шығады. Енді осы қамырымызды алып, илеп қолымызбен басып аламыз. Сөйтіп, бұл қамырды бөліктерге бөліп пирожкиге дайындаймыз. Мінекей біз қамырларымызды бөліктерге бөліп, оларды күлшелеп, бетін жауып қойдық. Енді осының шетінен бір-бірден алып, пирожкилерімізді жайып шығамыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа ғып жаямыз қамырымызды. Осы аралықта біздің салмамыз дайын тұру керек. Мен картоп пен пиязды қуырып салдым. Екеуін қуырып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап талқушкамен еземіз. Енді қамырымыздың ішіне салмасын саламыз. Салмасын салып болғаннан кейін жақсылап түйеміз. Қамырды бір-біріне жақсылап беттестіру керек. Майға қуырған кезде ашылып кетпеуі үшін. Өздеріңіздің қалауыңызша түйсеңіздер болады. Мен бір жағынан осылай өріп түйдім да, мына бетіне, келесі бетіне ауыстырып қойдым. Тағы да бір түйеудің түрі, бұл бірінші 2 шет-шетін жабыстырып, кейін орталарын бәрін бірыңғайғап жабыстырып шығамыз. Бұл да бір жинақы әрі әдемі көрінетін болады. Енді осы пирожкилерімізді 15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Духовкада салып пісіретін пирожкиімізді алдын ала қыздырылған пешке саламыз. 180-200 градуста 30 минутта пісіп шығады. Енді осы пирожкиіміздің бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Сонда біздің пирожкилеріміз қып-қызыл әдемі болып шығатын болады. Екінші пирожкиіміздің түрін қыздырылып тұрылған майға қуырамыз. Қыздырылмаған майға қуырсаңыздар, пирожки барлық майды өз бойына сіңіріп шылқылдап кетеді. Сол үшін алдын ала қыздырып алыңыздар. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі қып-қызыл болып пісіп шықты. Духовкаға салып пісірген пирожкиде, қуырылған пирожкиде ойымдағыдай шықты. Сырттары осындай қытырлақ әдемі болып шығады. Сіздер де дәл осы рецептпен пісіріп, отбасыларыңызды қуанта беріңіздер.
Сіздерге видеом ұнады және пайдалы болды деген сенімдемін. Каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар. Менің алдағы уақытта шығатын жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін жанындағы қоңырауша белгісін қойыңыздар. Назарларыңызға видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.